Сәлем, бүгінгі индикатор бізде Bollinger деп аталады. Бізде қазір BTC USDT графигі 1 сағат. Ол индикаторды баяғыдай осы жерге кіріп Bollinger деп басасыздар. Полосы Bollinger дегенге кіресіздер. Сонымен шығады. Бұл жаңа тура RSI сияқты, бірақ бұл графиктің ішінде. Яғни жеке мына жерде тұрмайды. Бұл жерде принципе тура сол сияқты бұл жұмыс атқарады. Яғни осы зонадан шыққаннан кейін бұл жерде біз понижение шортқа кіреміз, құлайды деген бағытта. Және осы зонадан шықса біз көтеріледі деген бағытпен жұмыс істейміз. Мына жерде мысалы осы жерде кірсеңіздер 81.500-ге, яғни 84.630. Яғни бұл жерде бізде мысалға дейік осы жерден кірді деп есептейік сізді. Осы бағытта жапсаңыздар 3.84% жабасыздар. Егер спотпен кірсеңіздер, ал фьючерсмен кірсеңіздер, плечо мен всегда рекомендую 5. Енді бастап жатқан адамдарға максимальный плечо 5 болса, да, меньше будете зарабатывать, зато сіздің табыс стоп-лоссыңыз ақшаны аз жоғалтасыз, да. Бірақ осы жерде мысалы 5% 5 плечо болса, сізде почти 4% пен жабылып отыр ғой. Сонда сіз 20% табатын едіңіз дегендей ғой. Мына жерде мысалға осы жерден кіретін болсаңыздар, мына зонадан кірдік деп есептейік. Шықты ғой. Шыққаннан кейін кірдік деп есептейік. Осы жерден сіз жаптыңыз мысалға. Бұның өзі 1,5%. Мысалға зонадан шыққан, осы зонадан шыққан, мысалға длинная позиция кірейік, міне зонадан шықты. Мына жерде шықты, мына жерде шықты. Осы төңіректе кірдік деп есептейік. Сіз осы жерде жапты десеңіз, мысалы 2.36. Егерде күтіп, арғай күткен болсаңыздар, есептесеңіз, мына жерде мысалы 4,5%. Одан мына зонаға дейін өскен, міне. Осы жерге дейін деп есептейік, бұл жерде 7% примерно. Мысалға, тағы не бар бізде, қай жерде бар екен? Мына жерден кірдік деп есептейік, міне. Сондықтан бұл жерде қазір мысалға короткая позициямен кірейік. Осы жерден кірдік деп есептейік, сіздің табысыңыз мысалға примерно 4%. Ой, 3,5%. 3,5% немесе 4% жабуға болады еді. Немесе, мына зонадан шықты, сіз лонгқа кіресіз. Мына зонадан шықты, зонадан шықты, сіз шортқа кіресіз. Мына жерде сол, мына жерде сол. Мына жерде мысалға шыққан, и осы жерден лонгқа. Давайте дневной графикті көрейік. Дневной графикпен есептеп көрейік. Мысалға міне мына зона. Осы зонадан бізде мынау шорт болып кетті. Қазір 1 секунд. Длинная позиция. Осы жерден кірді деп есептеңіз. Мына жерде 13%. Яғни спотпен кірсеңіз, 12% табатын едіңіз, а фьючерсіда мысалы плечо 5 болса, есептеңіз, 60% табатын едіңіз. Яғни сіздің плечо депозитің $100 деп есептейік, сіз сол $100 мен $60 жабатын едіңіз плюске. Мысалы мына жерде бізде шығып отыр, осы жерден кірдік деп есептейік. Бұл жерде 13% деміне. Көрінсе, мына жерден кіріп, баға жоғары кетті. Енді мынандай моменттерде болады. Вроде бы зонадан шықты, но баға ары қарай кетпеді. Сондықтан мен айтатын, 100% гарантия берілмейді. Ешқандай индикатор сізге 100% гарантия бермейді. Сондықтан сіз баға осы жерде мысалы шықты ма, кірдіңіз, кірдіңіз, кіргеннен кейін астында қызыл болып тұр, стоп-лоссты мысалға мына тень бар ғой, мына көлеңке. Осы
теннің төмен жағына қоясыз да. Мысалға ол баға төмен кетті, сіз стоп-лосспен шығып кетесіз. Поэтому не бывает, что всегда плюске жабасыз. Мына жерде мысалға біз короткая позиция міне шыққан. Ол жерден кірдік деп есептейік. Міне. Ол жерден жаптық. Мына жерде жаптыңыз немесе мына жерде немесе мына жерде жаптық. Соның өзінде сіз 12% тауып отырсыз. Кейбір жігіттер 10 мен плечомен істейтіндер де болады. Кейбір 50 мен де істейтін болады. 10 плечо деп есептесек те сіз 120% жабатын едіңіз. Яғни депозитіңіз $200 болса, сіз $240 жабатын едіңіз. Ішінде болады. Содан кейін тағы бір айтып кететін жағдай бар. Міне мысалы қараңыздар. Боллинджер кейде мына сеткасы бар ғой, екі жағында. Сетканың ішінде жүреді ғой бұл. Көрдіңіз бе? Кейбір жерлерінде бұл сетка алшақтай бастайды, міне. Кейбір жерлерде бұл сетка жақындай бастайды. Енді қараңыз. Сетка бір-біріне жақындаған сайын екі зонасы, қызыл зона мен көк зона екеуі бір-біріне сужается дейді ғой, бір-біріне жақындаған сайын бұл көбінесе трейдингта флет консолидация немесе боковик дейді. Осының ортасында ақырын жүреді. Яғни бұл нені білдіреді? Мынандай узкий диапазон. Бұл значит қазір бірнеше уақыттан кейін импульс болады. Яғни естеріңізде болсын, егер де осындай сужение болатын болса, Боллинджердің сеткасы сужение болатын болса, значит импульс болады. Немесе жоғарға, немесе төменге. Қазір тағы бір пример көрсетейін сіздерге. Мына жерде мысалы көріңіз, узкий болып келеді да, қайтадан көтеріледі. Мына жерде де узкий болып келіп, көтерілген. Бұл да бір индикаторның түрі. Яғни RSI, Боллинджер, қандай да бір MACD дейді, неше түрлі индикаторлар бар. Осылардың бәрін параллельно қосып істесеңіздер де болады. Бүгінгі сабақ осы. Сұрақтарыңыз болса, Telegram каналыма астында жазылып тұр. Немесе осы жерде сұрақтарыңызды қоя беріңіздер.